тәрбие атты өлкеде, балауса атты сарайда білім шашқан маңайға бір патшалық болыпты. Балалар ішіне бақ қоныпты, іші өнерлі, өрелі, балалары толыпты. Сол сарайдың біріне 2009-дың күзінде 6 бала келіпті. 6-ы да көріпті. Көп кішкентай өздері, бұлдырлаған сөздері, ештеңені түсінбей таңырқаған кездері. Балаларым күнімдеп, Айзада, Жандияр мен Нариман, Сабина, Мансур мен Амир алдарынан күлімдеп тәрбиешілер шығыпты, оң мен солын танытты. Содан бері мінекей 4 жыл өтті білінбей, бір ананың төліндей ынтымағы жарасқан, ел даусына қаратқан, етек жеңін жинаған, ұстаздарын сыйлаған, сол балалар өсіпті. Буындары бекіпті, балабақшамен қоштасар, кезде келіп жетіпті. Бірге өткізген қыз жазын, ата-анасын ұстазын, елдің бәрін таң қалған патшалыққа атақты қоштасу кешін жасапты. Ұшырып көкірегімнің жыр көктерін, мерекен құтты болсын тілектерім. Қол соғып ортаға шақырайық, бүгінгі мерекенің шынайы кейіпкерін деп шағын орталықпен қоштасатын сүйікті бүлдіршіндерімізді ортаға шақырайық. Спортқа шебер батыр жігітіміз Мансур, ерке де сымбатты қыз Сабина, салмақты да өз ойыны Амир, айтыскер жігітіміз Жандияр, жан-жақты биші қызымыз Айзада, әдепті де зейін жігітіміз Нариман. Бақша біздің панамыз, мектеп біздің анамыз. Ұлақ атты ұстаздан білім алып барамыз деп, келесі кезекті біз мектепке барамыз әнін қабыл алыңыздар. Thank you.
мектепке кетіп барады, тақ айтты бір-бірден қимай кетіп барады деп балаларымыздың қоштасу тақпақтарын қабыл алыңыздар. Оқаймыз, бірін аламыз, осылын табамыз, бақсамызбен қосылсып, біскетке барамыз. Үлкендейін таптаса, жазамыз болмен тақтаға. Үлгі бала боламыз, зерттене бастама. Баса барамыз, ете ойын санамыз, басамен қосылса, мектепке барамыз, қыз бол бала басамыз, кимай теккетіп барамыз, басамызды ана тілін ардатап, ата садыбыз көрдік. Дұрысып анжатап, оқып жазып әріндік, сөйлен ұсқып ұсылын, бүгінгі аянбай, бағала бақшат болып, Узуем. Очитағы. Тинаймыч. Тектеваймыч. Ойектен. Ойдемізді кемаймыч. Паша қаға қондиде. Эші мұдан шатамаз. Тәрбизе дәкен. Эші мұдан шатамаз. Бақшадағы күндерді есімізде сақтаймыз, тәрбиеші еңбегін есімізде сақтаймыз. Бақшамызды ұмытпай, келіп кетіп тұрайық, сондай кезде тәрбиешілер қалады ғой қуанып. Бейбіт таңдар арайланып атады, туған жерді аймалады шатағы. Байтақ елім Қазақстан, ең бақытты балалардың отаны демекші, Ақжан Айзада мен Жандиярдың орындауында отан әні. Аяулы да алтын нұрлы анашым, жүрегіңмен мәңгі бірге боласың. Сен арқарсың, сен аспансың, биіксің, сен дархансың, сен жомартсың, данасың дегендей Ақ мамам әнін қабыл алыңыздар.
Балауса шағын орталығының меңгерушісі Динара Кенжебаевнаға беріледі. Динара Кенжебаевна, сектор работает в мини-центре. Жас бүлдіршіндер, сіздерді шын жүректен осы үлкен мейраммен құттықтаймын. Енді балалар даярлық мектебіне барасыңдар, я? Бірінші сыныпқа барасыңдар. Сіздерге тілейтін ақ жол, сәттілік тілеймін. Біздің мектебіміздің абыройды көтересіңдер, соған сенемін. Жазда жақсы демалып, сіздерге зор денсаулық тілеймін. Әлеге тек қана жақсылық, молшылық. Ата-аналар сіздер үшін де, біздер үшін де өте осындай қобалжитындай уақытымыз келді. Біз өзіміздің кішкентай бүлдіршіндерімізді мектепке шығарғалы жатырмыз. Осы кішкентай бүлдіршіндерге ақ жол тілейміз, ертең мектепке барып, мектептің абыройын көтеріп, жақсы жақтарынан ғана көрсететін болсын, сіздерді тек қана қуантатын болсын, тек қана жақсылар ғана алатын болсын, арттарында мынандай кішкентай бауырлары, арттарында осындай тағы да кішкентай артынан балапандарымыз, осындай үлкен балалар болып өсіп, осындай жылда түлектерімізді шығара берейік. Ата-аналар. Дорогие наши выпускники, дорогие родители, дорогие коллектив мини-центра Балауса. Огромное вам спасибо за воспитание наших детей. Это очень нелегкий труд. Все это понимаем, знаем. С детьми очень тяжело справляться. Это очень нелегкий труд. Еще раз. Әр баланың қызық бізге қылығы, ойнағаны, сөйлегені, күлігі, сәбилердің күлкісінен төгілер,
Мынау жарық әлемнің бар жылуы, тәттілерің сүп-сүйкімді ақылды, жүздеріңнен күннің нұры шашылды, балабақша тәрбиесін тамамдап, алдарынан ақ жол бүгін ашылды, өсіп өніп үлкен қыз болыңда. Әрбіріңнің жүретін өз жолың бар. Балапандар бүлдіршіндер сәбилер, қыран құстай тек биіктен биікке қоныңдар. Қанаттарын жайып ұшқан талмасын, апайлар ақ тілегін арнапты, қиялдарын қия шында самғасын, жолдарына еш уақыт кедергі болмасын деп сендермен қоштасатын кез келді. Ал енді балаларым, ақ жолмен мектепке сіздерді шығарып салайын.